Сәлеметсіздер ме, балалар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Қалдерің қалай? Осылай. Жүріс қалай? Осылай. Жүгіріші? Осылай. Тұңғиықы? Осылай. Аласың ба? Осылай. Бергендеші? Осылай. Ойын қалай? Осылай. Көңіл күй қалай? Осылай. Көңіл күй қалай? Осылай. Қарсы отыра қойыңыздар. Сабағымыздың тақырыбын анықтау мақсатында мына бейнематериалға көңіл бөліңіздер. Сағдар ниетті асқан жігерлі болуымен қатар, осы мәдениетімен де дамытқа бөлінген. Олардың өз жазуында болған қазақ жеріндегі бірінші мемлекетті осы сақтар құрған еді. Ол мемлекетті тайпаның ұлы да дана жауынгерлері билеген. Олардың арасында Массагет тайпасының батылына шайқанып, коммунистік орнына болған. Бірде коммунистің еліне жауыз дұшпан қарсы патшасы Киев бастаған. Амудария өзенінің жағасында тұрып алып, коммунистке маған ұрысқа кеткен. Сақтарды осылай ажармен жаулар, өзіне бағындыру мақсатында айтылған сөз еді. Сақтар. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбын анықтайық. Сақтар. Сабағымыздың тақырыбы енді бүгінгі сабағымыздың мақсаты қарай қойыңдар. Тақырып бойынша меңгерген жаңа сөздерді олардың синонимдері, антонимдермен қатар қолдануды үйренесіздер. Сонымен қатар тұмар ханшайым туралы мәлімет аласыздар. Түсінікті ғой? Жақсы, енді балалар, бүгінгі сабақ ерекше сабақ. Себебі қазақ тілі сабағына Қазақстан тарихын кіріп береміз. Себебі бүгінгі тақырыбымыз тарих пәніне тікелей байланысты екенін білеміз, иә? Қазіргі сөз кезегі Венера Қанапиевнаға беремін. Венера Қанапиевна сіздерге Тұмар ханшайым материал ұсынады. Здравствуйте, ребята, еще раз. У нас сегодня такая возможность вернуться в историю, чтобы узнать еще раз жизнь из истории царской царицы Томирис. Давайте сейчас перенесемся в эпоху раннего железа. Конечно, у нас времени мало. Мы должны вспомнить, ребята. История наука опирается только на что? На факты, правильно? На какие факты? Археологические. Археологические, письменные. Ребята, я забыла вам сказать, что сакская царица Томирис, раз мы перенеслись в ее эпоху, да, она оставила сундук с сокровищами. То есть для тех, кто хорошо знает историю сакского народа, она будет поощрять из своей сокровищницы вот такими ювелирными изделиями, да? Ребята, вспомним, какие ювелирные изделия, какой носит стиль? Какой, пожалуйста? Звериный стиль, молодец. Звериный стиль. Так, ребята, раз мы сказали, что письменные источники, на какие письменные источники опирались мы с вами при изучении? На греческие источники, которые писал Геродот. Хорошо, молодец. На греческие источники, которые писал Геродот. А что писал Геродот о сакской царице Томирис? Да, пожалуйста. Он писал о сакской царице Томирис, что она была из племени массагетов,
что она была вдовой. Царь Кир посватался к ней, но она отказала, из-за этого началась война. Хорошо. Вот, пожалуйста, от царской царицы Ахтимар. Так, ребят, а кто еще писал о царской царице Тамилис? Памфитрук. А что писала Памфитрук о ней, пожалуйста? Ладно, хорошо, садись. Кто знает, кто из них? Что писал Памфитрук о царской царице? Кто скажет? Смотрите, какой красивый. Кто скажет? Памфитрук кто писал? Кто писал? Что любая девушка не испугалась, но нет. Молодец. Но только не она. То есть не испугалась выйти против самого Кира, да? Правильно, ребята. А теперь вспомним, а какие же археологические памятники рассказывают о культуре, быте царского народа? Пожалуйста. Какие вы знаете? Курган и Исыкский курган. Хорошо, Исыкский курган. Вот Исыкский курган, молодец. Так, еще. Шелектинский курган, правильно, молодец. Еще. Бесшатырский курган, отлично. Так, и... Пожалуйста, какой? Космолинский курган, молодец. И у нас остается Бирильский курган, посмотрите, Бирильский курган, молодцы. Ребята, молодцы, назвали, значит, памятники письменные, назвали памятники археологические. А теперь посмотрите, ребята, вот это вот громадная территория, да? Территория нашего нынешнего Казахстана. На этой территории расселялись сакские племена. Какие сакские племена расселялись по этой территории? То есть, какие племена входили в Сакский союз? Так, пожалуйста. Тиграхауда, правильно, молодец. Знаете, здесь Тиграхауда и покажи на карте. Так. Точно покажи. Угу. Молодец. Так, еще какие племена? Парадарай, молодец. Так, я уже не поощрила, да? Так, Парадарай, быстрее, быстрее. Угу. Так, еще. Так, Аксукар. Рубин, пожалуйста. Массагежи, пожалуйста, покажи. Так, спасибо. Быстрее, быстрее. Следующее. Так. Пожалуйста. Алимаска, молодец. Так, вы видите мужчину? А советский забыла, да? Так, быстрее, быстрее, быстрее. Алимаска, хорошо. Так, еще. Так, Дарья. Исидоны, правильно. Исидоны. Так, у нас кто еще? Так, пожалуйста. Аргивей, пожалуйста, быстрее. Молодец. Так, а так, специалисты. Аргивей. И кто у нас остается? Так, пожалуйста, Дарья. Хаумавари, правильно. Хаумавари. Отметьте, Хаумавари. Так, пожалуйста. Так, ребята, вот обратите внимание, посмотрите, значит, это расселение. Так, правильно, расселение саков. А теперь, ребята, вспомним еще раз. Сакская царица Тамилис была из какого племени? Массагет. Массагет, правильно, Массагет. Ну, я уже... Массагеты, правильно. Как звали сакскую царицу, мы знаем, Тамилис, да? А как же звали ее сына? Как звали? Так, Дарья поможет? Спаргатис, конечно, Спаргатис, молодцы. Так, ребята, к сожалению, мое время истекает, нам надо будет вернуться назад на урок казахского языка. Сакская царица осталась очень довольна вашими знаниями. А теперь быстренько посчитаем, у кого больше всех все-таки оказалось ее дорог.
Так, три, два, молодцы. У вас тут ударили, у тебя три, да? Ударили и укнуть по три. Молодцы, давайте вам похлопаем. Так, к сожалению, ребята, мы возвращаемся обратно на урок истории. Удачи вам. Урок, пожалуйста, языка. Балалар, бүгінгі сабағымызға қажет болатын жаңа сөздерге көңіл бөлейік және дәптерге жазып алайық. Жақсы ма? Бірінші, қаншайым. Қаншайым. Қар құмынан шыққан жас қыз жекеш. Мысалы, тұмар массагеттер қаншайымы болған. Бұл қаншайым сөздің синоним ретінде қаншайым сөзін қолдануға болады екен. Жақсы, келесі. Келесі, жаңа сөз массагет. Массагет дегеніміз жаңа айтып кеттіңдер, ежелгі көшпелі тайпа атауы. Мысалы ретінде мына сөйлемді алуға. Массагеттер жауынгер халық болған. Үшінші сөз асау. Асау сөзінің антонимі ретінде жуас сөзін қолдануға болады екен. Жүрген тимеген, қолға үйретілмеген аттарды асау аттар деп айтады. Мысалы, мына сөйлемді алсақ, Томирис 5 жасынан бастап асау атқа мінген. Асау сөздің синонимін кім біледі? Жарайсыңдар, жабайы деген сөзге келеді екен. Келесі, іс-қимыл. Іс-қимыл дегеніміз жүріс-тұрыс. Мысалы, тұмар қаншайым жауға қарсы іс-қимыл жасады. Келесі сөз, дерек сөзі. Дерек сөздің синонимі ретінде мәлімет, ақпарат сөздерін қолдануға болады. Мысалы, тұмардың есімі ежелгі деректерде Томирис деп көрсетілген. Сонымен бүгінгі 5 жаңа сөзді үйрендік. Синонимдер, антонимдерін қатар жазып қойдыңдар ма? Жақсы. Енді бүгінгі сабағымызға қажет болатын грамматикалық тақырыбымызды ескерсеңіз. Синоним және антоним дегеніміз не? Кім айтады? Ал Саида, Синоним дегеніміз бір-біріне жақын сөздер, антоним дегеніміз бір-біріне қарама-қарсы сөздер. яғни мағынасы бір-біріне қарама-қарсы антоним. Синоним мағынасы бір-біріне жақын сөздерге. Мысалы, аққара. антонимді аққара. Синоним Қаншайым. Дұрыс. Ал енді мәтіннен жұмысқа көшеміз. Ең бірінші, мына мәтінге көңіл бөлейік. Тұмар қаншайым. Мұқият тыңдап, жаңа сөздерге назар аударыңыздар. Жаңа сөздер көп тұрсыңдар, қою қаріппен жазылған, иә? Бірінші абзацты ақсыңғар оқи қойшы. Қаншайымы тұмардан есімі жергіліктерде Қаншайымы тұмардан есімі жергіліктерде Томирис деп көрсетіледі. Томирис массагеттердің патшасы, сыпырдың қызы. Қаншайымның анасы Томиристің сәби кезінде қайтыс болды. Кішкентай қызы әкесі тәрбиелейді. Әкесі тәрбиелейді, иә? Жаңа сөздер оқиға. Қаншайым ежелдерде массагеттерде. Екінші абзацта оқи қояйық. Томирис бала кезінен әскери іс-қимыл қару-жарақ пайдаланатын ортада өскен. Әкесімен бірге
Бастап асау атқан мініп жүрген ат 6 жасынан соң өнеріне жаттыға бастайды. Парсылардың кек патшасын жеңген соң тәуелсіздің есімі тарихтан қалды. Жақсы, жаңа сөздер. Іс-қимыл асау. Асау сөзінің синонимін айтшы. Жабайы. Жабайы. Ал антонимі? Жуас. Жуас. Момын дейді олар, иә? Жақсы отырады. Синоним. Бұл мәтінде кездесетін жаңа сөздердің синонимдері мен антонимдерін толығымен кім айтып бере алады? Кім айтады? София айта алшы. Синоним ханшайымның. Ханшайым сөздің синонимі? Патшайым. Жақсы. Жақсы. Енді біз сіздермен қызықты тапсырма орындаймыз. Тұмар ханшайым туралы шағын мәтін құру керек. Мысалы, бірінші тапсырмаға көңіл бөлейік. Тұмар ханшайым туралы шағын мәтін құрамыз. Берілген сөздер мен сөз тіркестерді пайдаланып, не істейміз? Мәтін құрамыз, иә? Мәтінде сөздердің бір-бірімен байланысуына ерекше назар аударыңдар. Сынықты ма? Жақсы, бастай қойды. Сақ ханшайымы ежелгі деректерде. Массагеттер сыпыр. Сәби кезінде анасы қайтыс болды. Әкесі тәрбиелейді. Қазір. Жас болсын. Болдық па? Провести болмау керек. Ал жауап бере қойшы. Қандай мәтін бар? Сақ ханшайымға тұмардан осы ежелгі деректерде томирис есімі ежелгі деректерде томирис деп көрсетілген. Жақсы отыра ғой. Бұл бірінші сөйлем, иә? Сақ ханшайымы және ежелгі деректерде. Екі сөз тіркесін алатынбыз. Келесі Ариана ал жақсы. Томирис Тұмар ханшайым массагеттер тайпасына және сыпырдың. Үшінші сөйлемді кім оқиды? Дария, үшінші сөйлемді оқы ғой. Ханшайымның анасы томиристің сәби сәби кезінде анасы қайтыс болған. Төртінші сөйлемді классикаға оқыңыз. Қайтыс кішкентай қызды әкесі
Жақсы, жарайсың. Кішкентай қызды әкесі тәрбиелейді екен, иә? Жақсы. Ендеше мәтінге назар аударайық. Егер сіздерде өзгешелік болса, мәтінге қарап, түзетіп алыңыздар. Түсінікті ғой? Жақсы. Жақсы жауап берген. Жақсы балалар. Енді біздің бүгінгі сабағымыздың мақсатында қосымша мәлімет алу бар, иә? Енді мына сайтқа көңіл бөліңіздер. Тұмар Ханшайым туралы көптеген шығармалар, аңыздар бар екенін білеміз, иә? Сонымен қатар Тұмар Ханшайым туралы біздің елімізде кино туынды түсірілді. Оның режиссері Ақан Сатаев, ал басты кейіпкері Альмира Тұрсын, барлығымыз білесіңдер, иә? Альмира Тұрсын Нұр Сұлтан қаласының тұрғыны екен. Оның мамандығы психолог. Өзінің мамандығының ерекшелігіне қарамастан, бұл фильмде томиристің рөлін асқар шеберлікпен орындап шықты. Фильмнің шыққан жылы 2019 жыл екен. Түсінді ма? Иә. Сонымен қатар мына суретке назар аударыңдар. Бұл 17-ші ғасырда өмір сүрген итальяндық суретші Аттиа Преттидің туындысы екен. Томирис картинасы, иә? Томирис картинасы. Бұл суретте шайқаста жеңілген Кир патшасымен Томирис бейнеленген. Түсінді ма? Сұрақтарың бар ма? Жақсы. Естеріңде сақтап алдыңдар ма? Қазір тестте осы сұрақтар кездесетін болады. Енді мына слайдқа көңіл бөліңдер. Бұл біздің екінші тапсырмамыз. Берген сөздердің антоним, синонимдерін табамыз. Сендерге 3 минут уақыт берейін, жаза қойыңдар. Яғни сәби, ежелгі, қайтыс болады, есім, іс-қимыл, дерек сөздерінің синонимдік қатарын табасында жау, асау, соғыс сөздерінің антонимдік қатарын жазасында. Түсінікті ғой? Бәрінде кездесті. Бастаймыз.
Kesiliriz. Tafsirlar. Оқып болса, так, Генидер София, это что? Синоним фотографии сюда там. Садись На листе. на листе. Коня. Жалко. Ежелгі көне. День расчета. Жақсы. Келесі өзіріне бар. Айтпағы есім. Есім сөзінің синонимі ат. Искренний. Әрекет. Іс-әрекет. Іс-әрекет. Қайталап. Іс-әрекет. Жақсы. Дерек. Мәлімет. Немесе ақпарат деп табылады. Антоним қатарды. Әдем айтамын. Соғыс. Бейбітшілік. Барлығымызда осылай ма? Басқа синоним жоқ па? Жақсы. Сонымен, балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылап, нәтижесін көру үшін Кахот платформасы арқылы тест орындаймыз. Жақсы ма? Қазір дайындалайық. Тест орындаймыз. Және берілген тапсырмаларда ақпараттың дұрыс не бұрыстығын анықтайсыз ғой, иә? Барлығын қосылдыңдар ма? Какие сажишь?
Дайынсыз ба? Жүз он бір, 24. Дайын болғанда айтыңыз. Сайка, Айжан, Ариана, Камила. Тез. Кімде интернет жоқ, бір-біріне де көрмейді. София Красикова. Дали вопрос Зарик. Таики. Оқпа? Абастан. Таики оқыш көрінбей тұрады. Интернет бере қойыңызшы. Не ищите меня, правильно? Бастайық, иә? Послушайте. Ұстамайсың ба? Істеп тұрады. Бұл кім мынау? Ақсұңқар ма? Иә, жақсы. Сағын, 12 сындық. Бастаймыз ба? Градус поставимыз. 111, 24, 12. Al бастаймыз. Томирис қарсы ханшайымы. True, false. Дұрыс, дұрыс емес. Келесі сұрақ. Томирис 5 жасынан асау атқа мінген. Жауап береміз. Саида бірінші болған келеді. Келесі үшінші сұрақ. Парсылардың кер патшасын жеңбейді. Дұрыс, бұрыс. Танеки таңдайыз. Саида бірінші орында келе жатыр. Томирис кинофильмі 2019 жылы жарыққа шықты.
Sayıda birinchi o'ringa keldi. Yana so'nggi surat. Yirik so'zining sinonimi ma'lumot. Va uchinchi o'rinda aytayman. Ikkinchi o'rinda ko'radigan. Осы тест нәтижесі бойынша birinchi o'rindagilarga 10 ball qo'yiladi kuncelikka, ikkinchi o'rindagilарға 9 ball qo'yiladi және uchinchi o'rindagilarga 8 ball qo'yiladi. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымызды қорыта келе, сақтар қандай халық болған? Сақтар балалар. Жауынгерлер жақсы өз жерін, елін жаудан қорғап. Жақсы. Сақ қайталар туралы және сақ ханшайым туралы тағы кім не айта алады? Роберт, это Я Өзбекстан тәуелсіздігін қорғап қалды. Сақтар өзінің елін, тәуелсіздігін қорғап қалды. Жақсы, келесі. Айта ғой. Жақсы, келеді. Сақ тайпалары жауынгер халық болған, иә? Так. София, айта ғой. Тұмар ханшайым ел болса ел болса да жаудан қорыққан жоқ. Қорыққан жоқ, жаудан қорыққан жоқ. Әйелді. Жақсы. Так, тағы айтады? Асылдар, сен айтамыз? Ата-бабаларымызды жинап алып берген тәуелсіздігіміздің арқасында бақытты өмір сүріп жатырмыз. Жарайсыңдар. Қазіргі бақытты өмір сүріп жатқанымыз біздің ата-бабаларымыздың арқасы, иә? Жақсы. Сұрақтар бар ма? Жоқ. Сұрақ жоқ, иә? Жігіт, енді. Так. Енді? Мен ғанапен видео. На видео көріңіздер. Сонымен бүгінгі сабақта не үйрендіңіз? Кім айтады? Бүгінгі сабақта не үйрендіңіз? Жаңа сөздердің синонимдерін және антонимдерін қазақ қолдануды үйрендік және тұмар ханшайым туралы мәлімет алдық. Жақсы балалар. Правильно. Сау болыңыздар.